Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Таңғы асқа күздің осындай суық күндері құйрық майды пісіріп жесеңіздер болады. Енді қыздар өте дәмді болады. Мен екі түрлі әдіспен жасаймын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, рецепт ұнап жатса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаймыз. Видеоның описание бөлімінде барлық құрамдары жазулы тұр. Описанияға қарасаңыздар болады. Алдымен құйрықты жуып, теңдей қылып, осылай үш бөлікке бөліп алдым. Ірі болғанын қаласаңыздар, екіге бөлсеңіздер болады. Мен кескен кезде ыңғайлы болу үшін осылай бөліп алдым. Келесі кезекте пияздың қабығы керек. Пияздың қабығын алып, жақсылатып жуып аламыз. Одан кейін оған құйрық майларымызды салатын боламыз. Суын құйып, орташа газда құйрықты 25-30 минут пісіреміз. Егер де үлкен малдың құйрық майы болса, онда 40 минут пісірсеңіздер де болады. Дәміне қарай лавр жапырағын, черный горошектарды да салуға болады. Сонымен қатар тұзды да салсаңыздар болады. 40 минуттың ішінде құйрық майымыз пісіп шықты. Енді алдын ала сарымсақты үкіштен өткізіп аламыз. Оған қара бұрышты саламыз, тұзды салып, барлығын осылай араластырамыз. Дайын болған маринадты енді құйрық майдың барлық жеріне осылай жағып шығатын боламыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді өте дәмді болады. Әсіресе пияздың қабығын салған құйрық майды көріп тұрсыздар, қып-қызыл болып піседі. Егер де қабығын көптеу қылып салсаңыз, одан сайын кәдімгідей қызғылтымы одан сайын қоюлана түседі. Сонымен қатар достар, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Аптасына 3 рет каналымда жаңа рецепттер шығып отырады. Ал егер де қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келетін болады. Мінекей құйрық майды майлап болғаннан кейін, енді сырты әдемі болу үшін паприканы сепсеңіздер болады. Кәдімгідей кескен кезде қып-қызыл болып, әдемі болып кесіледі. Ал ашылау болғанын қаласаңыз, паприкаға сәл ғана қызыл бұрыштан да қосуға болады. Майлап қойған құйрық майды тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Мінекей видеодағыдай, енді паприканың барлық жеріне тиетіндей қылып осылай себеміз. Қыздар, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнап жатса, лайк басып менің парақшама тіркелуді ұмытпаймыз. Сонымен қатар, менің YouTube каналымда тағы да қандай тағамдардың рецебін көргіңіз келеді, комментарийға жаза кетсеңіздер, келесіде сол тағамның рецебін түсіретін боламын. Ас болсын.